Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін жаңағы математикадан ұлттық бірыңғай тестіден 6050 дегеннің бірінші бөлімін талдайық. То есть 1-ден 12-ге дейінгі есептерін, жарай ма? Так, нұсқау сіздерге таныс, солай ғой, иә? Енді бірінші есебін шығарып көрейік. Бірінші есебінде айтады, иә? Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Өрнекті ықшамдаңыз деген. Мына жерде екі түрлі формулаға, иә? Синус 2 альфа, косинус 2 альфаның формуладарын білеміз ғой. Синус 2 альфа дегеніміз ол немеге тең болып түседі? Ол тең болады 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады, иә? Ал косинус 2 альфа дегеніміз ол косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа болады, иә? Осы формуланы қолданамыз сонда, иә? Еще мынандай формула бар, иә? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа ол бізде бірге тең, да? Осылай өрнектерді неметеміз. Мынау сонда 1 қосылған. Мынау 2 синус альфа косинус альфа дегеніміз ол синус 2 альфа болады, да? Астында мынау 2 санның 2 өрнектің қосындысының квадраты, то есть біріншісінің квадраты синус квадрат альфа қосылған екеселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі деп 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады, да? Қосылған косинус квадрат альфа. Енді үстін сол алтында жазып қоямыз. 1 қосылған синус 2 альфа. Астын байқаймыз енді. Астында міне синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа дегеніміз ол бірге тең. Міне жердегі 2 синус альфа косинус альфа дегеніміз ол синус 2 альфаға тең, да? Бөлшектің алымы мен бөлімдегі өрнектер тең болғандықтан оларды бір-біріне бөлсек, ол бірге тең болады. Значит, бүгін жауабы Б болады деңіз, иә? Так, теперь екінші есебін көрейік. Бұл екінші есебі, да? Теңдеудің түрлерін табыңыз дейді. Теңдеуді шешеміз, да? Ол үшін біз қайтеміз, балалар? Крест. От бітіп шадырлап көбейту деген бар, иә? Значит, көбейтеміз. Осымен x квадрат минус 2x 5-пен көбейтеміз. Сонда ол бізде 5x квадрат болады. Азайтылған 10x болады. Мына жағын көбейтсек 6x квадрат болады, 6x квадрат қосылған 4x болады, да? 4x болады. Но x квадратты барлығын оң жағына шығарайық барлығын. Сонда 6x квадратта минус 5x квадрат ол x квадрат болады, да? Міне жерде 4x қосамыз оған 10x 14x болады. Не тең 0 болады, да? Не тең 0 болады. Бұдан не істейміз? X-ті жақшына сыртына шығарамыз. Сонда ішінде x қосылған 14 болады. Тең 0. Сонда x1 бізде 0-ге тең болады, да? Екінші жақшаны 0-ге теңестірсек, онда x2 тең минус 14-ге тең болады. Значит, минус 14-ге және 0-ге тең болады. Жауабы А болады. Енді үшінші есепті шығарып көрейік, да? Үшінші есеп шығарып көрсек, теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Түбірасында x, түбірасында y деген екеуінде де қайталанады, да? Сондықтан
Біз былай істейік. Тубырасында x-ті a-мен белгілейік, тубырасында y-ті b-мен белгілейік. Ол болады ғой, солай істеуге. Тубырасында x ол тең бізде a-ға тең. Тубырасында y тең болады b-ға тең. Олай болса, бұл кезде біздің теңдеуіміз a қосылған b тең 9-ға тең болады. Aslında 5a қосылған b тең 17-ге тең болады, иә? Теңдеулер жүйесі. Но бұл теңдеуді бірінен бірін азайтамыз. Бұл астыңғысынан үстіңгісін азайтсақ, 5a-дан a-ны азайтсақ 4a қалады. Бұдан бұны азайтсақ 0 қалады. 17-тен 9-ды азайтсақ, бізде 8 қалады. Бұдан сонда a тең 2 болады, иә? a тең 2 болады. a тең 2 болады. Енді бұның берсек, a-ның орнына 2-ні қойсаң, b 7-ге тең болады. Ол көзге көрініп тұр, иә? 7-ге тең. Сонда енді мен жерде бүйтіп жазамыз. Тубырасында x тең a-ға десе 2. Бұдан 2 жағын 1-де 2 квадраттасақ, x тең 4-ге тең болады. Тубырасында y тең b-ға да, b дегеніміз 7-ге тең. 2 жағын 1-де 2 квадраттасақ, y тең 49-ға тең болады. Сонда x 4-ге тең, y 49-ға тең болады. 4 49 дегеніміз ол жауабы болады, да? Так, келесі 4-ші есеп, да? Төртінші есепті алып келейік енді. Төртінші есепте былай дейді, иә? Қыркүйек айында балаусаның әлеуметтік желідегі оқырмандарының саны 2400 болды дейді. Қазан айында оқырмандарының саны 25%-ға артса, онда қанша оқырман болатынын табыңыз дейді. 25%-ға артты десе, бұрын ол 100% болды ғой. 100%-ды біз 1-ге тең деп аламыз. 25%-ның 0,125 қой. 100%-ды битіп алуға болады, 1 деп алуға болады, да? 25% дегенің сонда ол 0,125 бөлшек болады, бөлу 0,25, да? Сонда 25%-ға артты десе, ол кезде ол 1,5 есе, 1,125 есе артты деген сөз. Бұрынғысы 2400 болса, енді 25%-ға артты дегенде ол 1,125-ке көбейт деген сөз. Көбейтеміз, сонда бұндан 3000 деген жауап шығады, е? 3000 деген жауап шығады. 25%-ға артты десе, мисал 1,125-ке көбейт деген сөз. Ал егер мисал битіп айтса 25%-ға азайды, кемеді десе, онда 1-ден 0,25 тасаң 0,75-пен көбейтесің, онда ол азайғаны болып шығады, е? Так, 5-шісін көреміз. Бұл 5-ші есепті айтады, иә, балалар? Теңсіздікті шешіңіз дейді. Жалғыз теңсіздік бұл, значит, x-ті бір жағына, сандарды бір жағына шығарамыз. X-ті бір жағына, сол жағына шығаратын болсаң x шығады, да? Санды былай қарай шығарсақ, алтынан бірді азайтамыз, үлкен 5-ке деген. X үлкен 5 деген жауап шығады просто. X үлкен 5 сан өсіне бетіп белгілесең, мынау x, мына жерде 5 деген сан бар. 5-тің өзі кірмейді, өйткені тең деген жағадай жоқ, да? X үлкен 5 десе ол былай қарай кетеді деген сөз. Сонда бұнда жатады, X жатады. Жаңағы жай жақша 5-тің өзі кірмейтіндіктен 5-тен плюс шексіздікке дейін деген сөз. 5-тен плюс шексіздікке дейін. Ол жауап е болады, да? 5-тің өзі кірмейді. Мисал, мына жерде егер мынау үлкен және тең деген болып тұрса, онда 5-ке тең болуға болады, е? Ол кезде онда 5-тің алдына квадрат жақша немесе тік жақша қойылу керек. Ал бізде ол тең деген жоқ қой мынада. Значит, ол жай жақша болады деген сөз, е? Так, бұл бізде 5-ші есеп, да? Енді 6-ші есепті көреміз, давайте.
Вот 6-шы есеп мына ұқсаған есеп, иә міне. Так, 6-шы есепті шығару үшін мынандай нәрселерді білуіміз керек біз. Жалпысы тригонометриялық теңсіздіктерді шешкенде мынандай негізі 3 нәрсеге назар аудару керек. Бірінші біз нүктені табуымыз керек. Бірінші нүкте қазір ол не екенін айтам. Екінші кесіндіні табуымыз керек. Кесінді. Үшінші аралықты табу керек болды. Аралық. Ол нені білдіреді деген қазір көрсетеміз. Жалпысы тригонометриялық теңсіздіктерді бірлік шеңбердің көмегімен шешеді, былай қараймын. Бірлік шеңбер деген сөз ол радиусы бірге тең шеңбер деген сөз біткен. Осының мына жақ өсін x өсін косинустың өсі деп алады да, y өсін синустың өсі деп алады. То есть синустың мәндері мына y-тің өсінің бойына қойылады да, косинустың мәндері y өсінің бойына қойылады. Мисал бізде қазір косинус минус 2-ден турасын 2 десе, значит ол мына ненің бойына қойылады деген x өсінің бойына. Ал егер синуске қандай бір санмандық мән берілсе, ол осында қойылады деген сөз, y өсінің немесе синус өсінің бойына қойылады. Мына жерде жаңағы 0 деген сан бар деген сөз. Мынаның радиустерінің барлығы бірге тең, мына жағы да 1, мына жағы мысалы минус 1, мынау минус 1, мынау плюс 1 міне. Радиус бірге тең шеңберді бірлік шеңбер деп айтады. Сонда біз жаңа косинус x, бірінші теңсіздікті шешіп көрейік, бірінші теңсіздікті шешіп көрейік. Косинус x үлкен минус түбірасында 2 бөлінген 2 деп. Сосын біз енді қайтеміз, енді бірлік шеңбер сызып аламыз бұл жерге да. Бірлік шеңбер сыздық. Өсті тартамыз, былай қарай мына біткен. Мынау жаңа косинустың өсі немесе мына жағы синустық болды, Енді біз осыдан жаңаға нүктені отмечать етеміз болды. Мысалы, егер косинус x тең минус түбірасында 2 бөлінген 2 десе, мысалы егер бүйтіп, косинус x минус түбірасында 2 бөлінген 2 деген мән тауып алайық бірінші. Бұл біз білеміз, косинус бұл 45 градуста, 45 градуста. 45 градуста болса, плюс мысалы, плюс 45 градуста болса, мына жерде болады, мына 90 градустың дәл ортасы дегенде ол мына жерде болады, Егер бүйтіп оны қосатын болсақ, ол мына жақтан бүйтіп келеді деген сөз, мынау міне, мына нүкте. Енді осы нүктемен симметричный мына нүктені бүйтіп қоссақ, мынау. Сонда осы екеуінің арасын қосқан жаңа кесінді деп отырған осы міне. Кесінді, Кесінді. Бұл как раз мына нүкте бізде минус түбірасында 2 бөлінген 2-ке тең болады. Мынау минус түбірасында 2 бөлінген 2 деген мән осы мынау. Минус. Өйткені былай қарай жүретін болса, ол плюс болады. Былай қарай жүретін болса, мынау жерден нөлден былай қарай болса, минус болады деңіз. Енді біз жаңа байқаймыз, бізде айтады ғой, үлкен дейді. Минус 2, минус түбірасында 2 бөлінген 2-ден үлкен десе, ол бізде мына мәндер кетеді міне. Мына мәндер, былай қараймен. Не? Бұл сонда қайсы мәндерге сәйкес келеді дегенде мынадарға сәйкес келеді міне. Мынадан бастап, мисал, мына бұрыштарға сәйкес келеді. Бүйтіп отырып, мына бұрыштарға сәйкес келеді мына бүйткен. Енді осы мына бұрыштарды табамыз. Мынау қандай бұрыш дегенді. Мынау қандай бұрыш дегенді, Енді байқап көрсек, мына жерге дейін мынау 90 градус, пи бөлінген 2 болады, пи бөлінген 2. Мынау енді 45 градус қой мына жерде. Сонда 45 градус дегеніміз пи бөлінген 4 қой. Сонда жаңағы пи бөлінген 2-ге 90 градусқа қосамыз, жаңағы пи бөлінген 4-ті қосамыз, пи бөлінген 4-ті қоссақ, бұл сонда 4, мына жерге 2-ден келеді, 3 пи болады, 3 пи бөлінген 4 болады. Мына бір нүкте 3 пи бөлінген 4 деген нүкте, Енді мына нүктені тауып көрейік. Мына нүктені, мынау жаңа 1 деген нүкте болсын. Мынау А деген нүкте деп қояқшы, А деген нүкте. Біз мына А деген нүктені таптық.
Енді мына b деген нүктені табайық, иә. B деген нүкте бізде немеге тең болады дегенде, оны былай істеуге де болады. Міне. Егер былай қарай көрсең, міне бүйтіп былай қарай алып келсек. Онда мына жерден бастап мынаған дейін, мынаған нүкте дейін пи болады. Пиге пи бөлінген 4-ті қосасың, иә. Пиге пи бөлінген 4-ті қосамыз. Сөйтіп бір табуға болады, иә. Пиден пи бөлінген 4-ті қосуға болады. Бұл нүктесін екі жағдаймен табуға болады екен. Біріншісі жаңағы бүйтіп по часовой жүретін болсаң, бүйтіп міне, иә. Мына жерде мынау 0 деген мынадан басталады ғой, жалпысы 0 деген мына жерден басталады. 0 бұрыш деген мынау міне. Сонда пи, міне пи 180 градус, оған мына жерде градус 45 градус қой, 90-ның жартысы. Сонда бұл пи қосылған пи бөлінген 4 болады деген сөз, иә. Немесе ортақ бөлімге келтірсек, бұл 4-тен 5 пи болады. Бұл нүкте 4-тен 5 пи болады. Немесе керісінше байқауға болады, иә, бұл нүктенің керісінше. Вот мына нүктеден, міне 0-ден бастап былай қарай бүйтіп жүрсең, мынау 90 градус минус 90-да, минус 90-нан мынау минус жаңағы 45 болады, иә. Минус 90, минус 45. Бұл сонда минус 90 дегеніміз минус пи бөлінген 2 болады. Одан минус пи бөлінген 4. Минус пи бөлінген 4. Сонда мынау бізде неше болады? Бізде бұл болады минус 4-тен 3 пи болады. Минус 4-тен 3 пи. Бізге осы тиімді ол. Қазір мен қарайым не екен. Минус 3 пи бөлінген 4 болады, да? Өйткені біз былай қарай жүреміз ғой, бүйтіп. Біз всегда по часовой бағытталамыз бүйтіп. Сонда мынау міне минус таңбалсан, естественно, плюс таңбалсаннан кіші ғой. Сонда сан кішісінен үлкеніне қарай жүру керек, иә? Ал егер мисал жаңа үстіндегі мен алсаң, мысалы 4-тен 5 десең, 4-тен 5 болса, сонда ол мынау үлкен болып қалады. Үлкеннен кішісіне қарай жүрген, ол жаңа сәйкес келмейді сонда. Сонда мынаны аламыз, иә, 4-тен 3 деп. Сонда бұл жағдайда бізде қайтетін болды. Сонда жаңағы косинус 2 минус тубрасында 2 бөлінген 2-ден үлкен болу үшін біздікі мына доғаны жүріп өту керек, мына сыртындағы үлкенді, да. Сонда ол бізде 2 жатады, сонда илплай 2 болады. Минус 4-тен 3-тен 3 пи. Қосылған 2 пи деген периоды бар ғой, 2 пи-н деген, да. 2 пи-н. Одан кейін ол жаңағы 4-тен 3 пи қосылған 2 пи-н болады. Мынау бізде сонда косинусты теңсіздігін, бірінші теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің жауабы осылай қарай болды, иә. Енді келесіне келейік. Келесі бізде синус, міне, былай болып тұрған синус 2 0-ден кіші дейді. Ну тағы да бірлік шеңберді сызып көрейік, иә. Бірлік шеңберді сызайық, былай қарай бүйтіп, міне. Синустың өсі деген былай қарай. Мынау косинустың өсі, иә, бүйткен. Мынау синустікі жаңа. Синустың өсі 0 деген мынау міне. 0 деген мынау ғой бізде. Біздікі синус 0-ден кіші болу керек. Кіші дегені мынау төмен қарай. Мына жер ол 1-ге тең, мына жердер 1-ге тең, да 1, мына жерде минус 1, мына жерде минус 1, мына жерде плюс 1 дегенде, мынау жаңа косинустық. От мына жерге дейін болды, иә. Сонда бұл жаңаға бізде қайсынен алады дегенде. От мына доғадар ғой, міне. Косинус біз білеміз ғой, жаңа синус, то есть синус 0 градустан 0-ге тең болады, иә. Синус 0 градустан 0-ге тең. И үші синус 180 градустан 0-ге тең болады, иә. 180 градустан 0-ге тең болады. То есть мына екеуінің аралығы болады дегенсіз. Мына екі аралығы, иә. То есть сонда бізде ол мына жерден бастап мынаған дейін, иә. Немесе мынау неме, мынау жаңаға мына нүктені, біз жаңа нүктені табамыз дедік қой. Мына нүктеміз минус пи болады, да. Минус пи болады.
мына жағынан қарасаң минус пи ғой. Минус пи болады. Мынау сосын бері қарай жүріп отырады. Біз сегде подчасовой алатын болдық қой бүйтіп. Мына нүктеге келгенде 0 градус болады. Мына 0 болады. Сонда синустың жаңағы синус 2 кіші 0 деген шартын қанағаттандыратын x-тің мәні бізде минус пиден плюс 2πn периоды ғой синустың. Жатады x, одан кейін 0 деген жазылмайды, ол просто 2πn болады. Сонда екінші теңсіздіктің жауабы да. Енді общий жауабын осыны белгілеп көрейік енді. Общий жауабын белгілеп көрейік. Ол үшін тағы да бірлік шеңбер сызайық да бүйткен да. Так, мынау жаңағы бүресі. Мынау былай қарай бүресі. От бірінші жаңа косинустың шартын қанағаттандыратыны ол минус мына жерде болатын. Минус 4-тен 3 пи болды. Так. Одан кейін ол плюс 4-тен 3 пиге дейін келген. Плюс 4-тен 3 пи деген бізде қай жерде да? Плюс 4-тен 3 пиіміз мынау ғой мен. Мына жағымен бит прототип жасап жүргенді. Минус 4-тен 3 деген біз ол мына жердегі мынау. Мынау минус 4-тен 3 да. Прототип жасабай жүретін болсақ, ол минустан бал болады сонда. Ал подчасовой болса, сонда басқа бұрыш болды ғой жаңа. Біз есептедік подчасовой болғанда 4-тен 5 болады. Ал біз прототип жасабай жүретін болғандықтан, енді осыдан минус 4-тен 3 пиден біздікі плюс 4-тен 3 пиге дейін бару керек бүйтіп, да? Вот синустікі біз мынағысы жүру керек болды міне. То есть косинустікі жаңағы, да, бүйтіп. Бүйтіп жүру керек болды. Ал енді синусын алып көрсек, оны басқа өңменен бетіп көрейік. Синустікі бізде орындалады бұтында қайтты. Минус пиден біздікі 0-ге дейін бол. Минус пи деп отырған не жер ғой? Мына минус пиден 0-ге дейін болды. Мынаға дейін 0-ге дейін. Значит, ол былай болды. Минус пиден минус пиден 0-ге дейін болды. Сонда екеуінің қиылысқаны былай болды. Мына нүктеден екеуінің қиылысатыны мына нүкте. Осы екеуінің аралығы. Сонда мынау қандай болады? Минус 4-тен 3 пиден екеуінің ортағы да. Минус 4-тен 3 пиден оған периодын қосамыз, жаңағы 2πn дегенде 2, сосын қайтеді. От 0-ге дейін да, 0 деген жазылмайды, просто оған 2πn деген период жазылады. Вот сонда общий жауап осы болды. Екеуінің ортақ жауап осы болды. Минус 4-тен 3 пи қосылған 2πn, сосын кейін 2πn деген бізде. Бізде значит жауабы д болады. Өттіргеніміз тегістіктерді шешуге қиындау болады. Сонда обязательно осы үш нәрсені істеу керек болды. Бірінші нүктені тау керек. Нүкте не деңіз? Мысалы, косинус 2 үлкен минус түбірасында 2 бөлінген 2 дегенде, сен мынау тең болған жағдайда, от косинусы мына минус түбірасында 2 бөлінген 2 болатын болса, соны жаңағы бірлік шеңбердің бойынан сен тауып аласың. Мысалы, біз мына жерден таптық қой, міне жаңағы косинустың теңдігі. Міне, ол нүктені таптық міне. Сосын кейін сол нүктені бастыра жаңағы косинус өсіне перпендикуляр жүргіземіз. Сосын ол бірлік шеңберден қиылысқан екі нүктесінің арасын қосатын болсақ, мынау біткен кесінді шығады. Мына жерінде бұрыштарды тауып белгілеп аласың. Мысалы, мына А бұрышы нешеге тең, Б бұрышы нешеге тең. Содан кейін аралықты белгілейміз. Бізде жаңағы Ада мысалы мына жерде мынандай болып тұрған, минус түбірасында 2 бөлінген 2-ден үлкен дейді. Ол үлкен деген мынау міне. Минус түбірасында 2 бөлінген 2 деген нүкте мынау ғой. Осыдан үлкен дегеннен былай мына өстің өсуіне қарай жүреді ғой, үлкен десе былай қарай кетеді деген сөз. Ал кіші болса былай қарай.
Былай қарай жүретін осы мәнді қандай жерде бұрыштарын иеленеді дегенде мына бұрыштар иеленеді. Міне мына адам бастап бүйтіп айналып отырып мына бұрыш міне наоборот. Вот мына жерде өйткені біз против часовой жүретін болдық. Бұрыш всегда против часовой анықталады. Мысалы 0 градус, 45 градус, 90, 180, 270, қайтып 360 деген барлығы всегда против часовой стрелка айналады. Сонда мына нүктені басына жазылады. Міне мынаны біз тауып алдық. минус 4-тен 3 пи. Одан кейін жүріп А нүктеге келу керек. Ол плюс 4-тен 3 пи болады. Екі жағына периодын қосасын деген сөз. Ол түсінікті, да балалар? Давайте келесі ары қарай. Келесі 7-ші есеп бітеді. Шектеусіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысын тап дейді. Бұл кеммелі болу керек, сосын шексіз ол азая беру керек. Сонда оның жаңағы геометриялық прогрессияның қосындысы дегенін анықтайтын мынандай формула бар. Балалар, вот бүйтіп айтады, ол Sn тең болады. Неме болушы еді, балалар? Тең болады. Үстінде B1, да? Aslında 1 minus Q болады. Üstünde B1. Aslında 1 minus Q болады. B1 деген бірінші мүшесі, Q деген оның еселігі. Но бізде B1 белгілі ғой. B1 бізде нешеге тең? 10-нан 7-ге тең, да? 10-нан 7-ге тең. Ал Q дегеніміз ол екінші мүшені бірінші мүшеге бөлгенге тең ғой. Ол B2-ні B1-ге бөлгенге тең, е? B2 бізден жерде көрініп тұр, 100-ден 7 болып тұр, да? 100-ден 7-ні бөлеміз B1-ге. Ол бірінші өлшек қалпында екіншісі орнына түседі, 10 үстіне түседі, 7 астына түседі. Сонда ол бізде неше шығады, мынау кетеді, былай қарай. Просто 10-нан 1 деген нәрсе шығады, немесе 0,10-нан 1 дегеніз. Енді S табатын болсаң, B дегеніміз 0,10-нан 7 болды. 0,10-нан 7. Aslında 1 minus Q деген 0,10-нан 1 болды, да? Сонда 0,10-нан 7-ні бөлеміз, 0,10-нан 9-ға бөлеміз, да? Асты үстін 1-де 10-ға көбейсек, сонда 9-дан 7 болады екен, 9-дан 7 жауабы да болады дегенсіз. Келесі. Келесі 8-ші есеп, да? 8-ші есепте біне f(x) тең синус 5x функциясы үшін графигі m x минус 15-тен пи, y-гі 10-нан 9 нүктесі арқылы өтетін f(x) алғашқы функциясын табыңыз дейді. f алғашқы функциясын табу керек. Misal bizde mınандай formula var, Qanday da bir misal funksiyanın misal integral f(x) delta x ол bizde alğaşqı funksiyası f(x) qoşulğan s degen болады bitken. Ne? S degen болады. Mınau sonda bizde Енді бізде мысалы f(x)-тің орнында sinus 5x тұр, sinus 5x. Сонда біз оны бүйтіп жазу керек. Интеграл sinus 5x delta x осыдан интеграл табамыз. Бұл косинус шығады, Косинус шығады бірінші, косинус 5x шығады. Алдына минус келеді. Сосын 5x күрделі болғандықтан ол жаңағы 5-тен 1 деген сан келеді, 5-тен 1 қосылған с болады, да? Қосылған с болады деген сөз,
мынау қайдан келді деген. Вот мынандай да. Вот егер мына алғашқы функциясынан туынып табатын болсақ, мынау интегралдың астында функция шығу керек міне. Вот алғашқы функциясы косинустан туынып тапсаң, ол синус 5х болады, да? Одан кейін 5х-тен күрделі функция болғандықтан 5х-тен туынып тапсаң 5 шығады. 5 пен 5 көбейтіледі, да? Сосын ол 1 болып қалады, ал косинустың туындысы болғанда минус синус х болады мысалы. Сонда минус, мынаның минусы, мына минуспен плюс болып кетеді деген. Сонда біз мынаны дұрыс жаздық деген. Ал біздің енді осы алғашқы функция дейді, мынандай нүктелер арқылы өтеді міне. X мынаған тең, бізде x, бізде мынаған тең болып тұр. X тең болады минус пи бөлінген 15 болу керек. Осы кезде y немесе функциясы бізде 10-нан 9 болу керек. Осының мәнін қоямыз. Сонда біз қалай істейміз? Бітеміз, Мынау жалпысы y деген сөз ғой, мынау y, алғашқы функциясы. Сонда оны былай жазамыз, y-тің орнына қоямыз, 10-нан 9 қоямыз, бүйтіп 10-нан 9, да. Минус 5-тен 1, косинус 5 көбейтілген минус 15-тен пи деген. X-тің орнына минус 15-тен пиді қойдық, қосылған с деп. Енді қараймыз мынау. 10-нан 9 тұра береді, бүйтіп да. Мынау жаңаға 5 пен 15 қысқарады, сонда пиде 3-ке бөлетін болсаң 60, косинус минус 60 градус дегенде, ол бізде неме шығады? Ол косинус минус 60 градуста, косинус 60 градус 2-ден 1 шығады ғой. Минус 2-ден 1, 5-ден 1, косинус минус 60 градус ол 2-ден 1, қосылған с болады, Мынау сонда минус 10-нан 1 болады, да? Минус 10-нан 1 болады мына жерде. Сонда 10-нан 9 азайтылған тең болады минус 10-нан 1 қосылған с болады. Бұдан с тең болады нешеге? С тең бізде 1-ге тең болады ғой. Өйткені 10-нан 9-ға 10-нан 1-ді қоссаң 1 шығады, с 1-ге тең болады. Енді окончательный жаңағыны жазатын болсақ, сонда ол бізде немене болады? Епат x-тің алғашқы функциясы. Ол жаңағы бізде былай болады екен. Минус 5-тен 1 косинус 5 x просто с-ның орнына 1-ді қоямыз дейміз. Бұл енді қайсысы болады? Е болады, по-моему, Е болады дейміз. Так, есі 9-шы септі керек. Бұл 9-шы есеп былай міне. Конустың жасаушысы дейді. Конустың жасаушысы дегеніміз не болады? Мысалы, конус деген нәрсе былай болса, міне. Конус деген мынау ғой, міне. Табаны оның дөңгелек болады, да? Mesela грубо былай қарай істесек, табаны оның дөңгелек болады. Мынау оның мысалы төбесі біткенде. От жасаушысы деп отырған мынау. Мынау соны біткен конус болып тұр, О. Мынау ол жаңағы табандағы шеңбердің центрі, мынау оның радиусы болады біткенде. Мынау мысалы S деген төбесі болады. Конус деп отырған осы міне. Конустың жасаушысы бізде 2 төбелесін 3-ке тең дейді. Ол мынау мен. Конустың жасаушысы бізде 2 төбелесінде 3 деген санға тең екен. Сосын кейін бүйтіп айтады. Ал өстік қимасының төбесіндегі бұрыш дейді. Өстік қима деп отырған мынау ғой. Өстің бойымен оны бүйтіп қиып жіберетін болсаң, бүйтіп міне, Өстік қимасының төбесіндегі бұрыш 60 градус. Мынау 60 градус болады. 60 градус.
конустың табанының ауданын тап дейді. 60 градус болса, міне конустың биіктігі түскен кездегі, мынау енді жанынан қаратын болсақ, мына ұқсаған нәрсе шыққалы тұрған. Енді уже межеге саяқ, мысалы, битіп тұр, иә. Мынау жаңағы О деген нүкте, мынау R, мынау жаңағы 2 түбір астында 3, міне жеріндегі бұрыш 60 градус десе, мынау 30 градус деген міне жеріндегі бұрыш, иә. Сонда бізде айтады ғой, тік бұрышты үш бұрыштың 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деп. То есть бізде R тең болады. Гипотенузасы 2 түбір астында 3 қойып, осыны 2-ке бөлеміз, да? Значит, ол түбір астында 3 шығады деген. То есть радиус түбір астында 3 шығады. Конустың табаны шеңбер ғой. Шеңбердің ауданы ол πr квадрат болады, иә? πr квадрат болады. Пиді тұра береді. Рдің квадрат деген түбір астында 3-тің квадраты, да? Ол бізде 3 болады. Сонда жауабы 3 пи болады деңіз. 3 пи сантиметр квадрат. Жауабы Д болады, иә? Так, теперь 11. Шектеусіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысын тап дейді. Жаңағы алдындағы есеппен бірдей ғой, балалар. Иә, мынау міне. Так, бізде сонда қалай болды? Жаңағы SN дегеніміз кеммелі болса, ол үстінде B1, астында 1 минус Q болады, да? Бізде B1 нешеге тең? 2-ден 1-ге тең, да? Ал Q дегеніміз ол B2 бөлінген B1-ге тең, оны білеміз, да? B2 дегеніміз бізде 3-тен 1-ге тең, оны B1-ге бөлеміз. B1 2-ден 1 болса орнына ауысып түседі, да? Үстінде 2, астында 1. Значит, 3-тен 2 болады деңіз, иә? Q 3-тен 2 болады деңіз. Енді S табайық, да? S табатын болсақ, B1-дің орнына қоямыз, 2-ден 1-ді қоямыз, да? 2-ден 1, астында 1 минус 3-тен 2 болады, да? Астында 3-тен 1 шығады. Сонда 2-ден 1 бөлесің 3-тен 1 болады, да? Немесе 2 астына түседі. 3 үстіне шығады. Сонда жауабы 1,2-ден 1 деген жауап шығады екен қой, иә? 1,2-ден 1 жауабы Б болады деңіз. Теперь 12-ші есеп шығарып көрейік, иә? Егер котангенс альфа 2-ке тең болатын болса, онда мына өрнектің мәнін тап дейді. Енді үстіндегі өрнекті байқаймыз, балдар, өрнектің, иә? Синус те бар, косинус те бар. Котангенс болу үшін бізде котангенс альфа дегеніміз ол косинус альфаның синус альфаға қатынасы, иә? Котангенс альфа ол косинус альфаны бөлеміз синус альфаға, да? Енді мен жерде котангенс шығару үшін қайту керек? Теңдіктің жаңағы өрнектің астында үстінде неменеге бөлеміз? Синуске бөлеміз. Астында үстінде синуске бөлсек, біріншісінде 3 шығады. Одан кейін азайтылған 5, синуске бөлсең 5, котангенс альфа шығады. Астында синуске бөлеміз, астында синуске бөлсең 5 шығады. Қосылған котангенс альфа шығады. Енді просто орнына қоямыз 3. Котангенс альфа бізде 2-ке тең деп берілген, сонда 5 көбейтілген 2 болады. Астында 5 қосылған 2 болады, да? Үстінде не шығады? 10, 10-нан 3-ті азайсаң, 3-тен 10-ды азайсаң, минус 7 шығады. Астында 7 деген сан шығады. То есть бұл минус 1 деген сан шығады екен. Өрнектің мәні минус 1 болады. С болады деңіз, иә? Осымен бұл бөлімді аяқтайық. Балалар, назарларың рахмет.
сау болыңдар.